Сол топтарға бөліндік. Мен өзім сол саяси реформаларды бақылайтын, ұсыныстарды жариялайтын топтың ішіне өз еркіммен кірдім. Өйткені мен ойлаймын, біздің елімізде ең маңыздысы сол бәрі саяси реформалар. Өйткені бүгінгі тығырыққа тірелгеніміз, кемшіліктеріміздің бәрі сол саяси жүйеміздің ақсаңдауына байланысты деп ойлаймын. Парламенттің түрі міне анандай болып жатыр. Жалпы ойлағанда, Қазақстан ұлттық сенім кеңесі деген ол парламенттің синонимі. Өкінішке орай, сол парламентқа осы күнде ешқандай сенім жоқ. Тек қана бір партияның меншігінде қалып қалды, ешқандай саяси конкуренция жоқ. Және мүмкін сондықтан шығар, біздің заңдардың жартысынан көбі өте шикі, ешқандай экспертизадан да дұрыс өтпеген деген сияқты. Сондықтан неше түрлі қиындықтар туындайды деген сияқты, жемқорлық бар, тағы басқа деген сияқты. Сондықтан мен ойлаймын, ең біріншіден біз бір ауыздан бүгін келістік. Міндетті түрде сол сайлау туралы заңға өзгерістер енгізу керек, саяси партиялар туралы заңға өзгерістер енгізу керек. Жергілікті өз-өзін басқару заңына дәл сондай күрделі өзгерістерді енгізу керек. Митингтер, демонстрациялар туралы заңға да көп өзгерту керек. Сондықтан осы алдымыздағы бір жұманың ішінде тағы бір-екі мәрте кездесіп, топтастырып, біздің ұсынып жатқан өзгерістерімізді сол қыркүйектің 6-сы өтетін жиынға жариялаймыз.